жүйрік тұлпардың пайда болуы. Сүлейменнің заманында 1000 қанатты пырақ өмір сүрген екен. Олардың тұрағы пейіште екен. Күнде бір мезгіл Кауан деген өзеннен келіп су ішеді екен. Пырақ аттар бір-бірінен өткен көз тоймайтын сұлу болыпты. Сүлеймен патшаның пейіштің пырағына аңсары ауып, қанша әуреленсе де қолына түсіре алмапты. Бір күні Сәмәнду деген дию Сүлейменге келіп, басыма азаттық берсең, аттарды құзырыңа жеткіземін, деді. Болсын тілегің, деді Сүлеймен. Бір шартым бар, маған 1000 батпан жүн, 1000 көзе шығыр, 1000 дию бересің. Мен аттарды ұстап алып келемін, деді. Сүлеймен келісті. Сәмәнду аттар су ішетін Кауан өзеніне құятын бұлақтарды жүнмен бітеп тастайды. Өзендегі судың орнын шараппен толтырады. 1000 диюды жандағы ну қамысқа жасырады. Бір кезде пырақ аттар келіп өзеннен су іше бастайды. Олар шарапқа масайып ұша алмай қалады. Сол кезде жасырынып тұрған диюлар тап береді де бір-бір пырақ атты жетектеп алып кетеді. Сүлейменнің ордасына келгенде екінті уақыт екен. Патша намаз оқиын деп жатады. Аттардың дыбысын естігенде аттарды тез көре салайын, көп уақыт кетпес. Намазды келіп оқырмын, дейді де тұра жүгіреді. Қарасы аттар расымен сұлу екен. Бірінен бірі өтіп көздің жауһарын алады. Сүлеймен әр аттың басынан тұяғына дейін қарап шығамын деп, уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Бір кезде есін жинаса, арада 60 күн өтіп кетіпті. 60 күн ішінде қарамағындағы халық азып тозып, бет-бетімен кетіпті. Жын пері диюлар есіріп елді қан қақсатып, бастарына зобалаң салыпты. Сүлеймен патша бұл сұмдықты көріп шошып кетеді. Иесінен айырған аттарға ашуланып, барлығының басын шабады. Сол кезде Асыбұлы Барқия деген уәзірі бір пырақты жасырып аман алып қалады. Кейін ол пырақ адамға бауыр басып жерге үйренеді. Асыл тұқымды жүйрік сәйгүліктер, тұлпарлар, қазанаттар пейіш пырағының ұрығы екен деседі.